Әулиелер болмаса, адамзат жойылып, дереу қиямет орнайды. Иман Алла тағаладан берілген ең зор нығмет. Адам тілмен мұсылман, ал жүрегімен мүмин болады. Мүмин кісі барлығының Алладан келетінін біледі, және соған риза болады, қуанышты жүреді. Онда еш қарсылық, соғысу, ренжу, алаң және қорқыныш болмайды. Әулиелердің әр түрлісі болады. Солардың ішінде бір топтағы әулиелер бар болып, олар біреу суға тұншығып бара жатса да қарамайды, оған араласпайды. Олар бөлек түрдегі әулиелер болып, толып жатқан әрқандай іске араласпайды. О Алла әйте көр, о Алла бүйте көр деп дұға да жасамайды. Себебі Алланың оларға жүктеген міндеті сол, ештеңеге араласпау, тек қана бойсыну. Ал басқа әулиелер тобы бар болып, олар адамдар үшін дұға жасайды. Жай адамдарша жүреді, оларға Алла жолын үйретеді. Бұрынғы кезде әулиелер адамдарға көп көрінетін, ал қазір ақыр заман болғандықтан әулиелер Алла әмірімен дерліктей жасырылған. Бірер сараны ғана адамдарды Аллаға бастау үшін ашыққа шығарылған. Мына дүние әулиелер тірі жүргендіктен орнында шыр айналып тұр. Адамдар солардың құрметі үшін опат болып кетпей өмір сүруде. Пайғамбарымыз адамдарға ризық осындай жандардың құрметі үшін беріледі. Жаңбыр да солар себепті жауады дейді. Егер қазір жер шарында әулиелер жоқ болып кетсе, су дереу тартылып, өсімдіктер өле бастайды. Адамзат қырылып, қиямет орнайтын болады. Бұл дүние тірі әулиелердің берекесі мен құрметі үшін айналуда. Адамзат та солардың құрмет және берекесімен тірі жүріп, өмір сүруде. Бірақ илахи ілімнен хабары жоқтар бұны білмейді. Түсінуі тіпті қиын. Алайда осы надандар да, кәпірлер де әулиелердің берекесі мен құрметі астында жер шарында өмірлерін сүріп жатыр. Мәулана Шайх Мехмет әулие.